Barchaga salom dostlar. Sizlar men sport жаңалыктар videoni basamas burun arnaga tirkelib videoga like basуды unutmаңыздар. Ең соңғы жаңалыктар тек қана bizde болады. Үш қуатты Батыр Жүкенбаев африкалық жолбарсы нокаутпен жеңді. Батыр Жүкенбаев Алматыдағы бокс кешені басты айқастарын бірінде жеңіске жетті деп хабарлайды. Қазақстандықтың қарсыласы Тигер лақап аты оңтүстік африкалық Ксолани Мкотел болды. 10 раундқа есептелген айқас 6-сында техникалық нокаутпен аяқталды. Ал оған дейін қазақ боксы қарсыласын 3 рет нокдаунға түсірді. Осылайша Жүкенбаев карьерасында 20 рет жеңіске жетіп отыр. Оның 16-сы нокаут. Айта кетейік, мұның алдында Батыр рингке былтыр желтоқсанда шыққан болатын. Ол кезде қазақ нокаутшысы мексикалық Хуан Хосе Мартинес Алваресті 69 секундте нокаутқа түсірген еді. Батыр жолбарсы нокаутқа түсіргеннен кейін мәлімдеме жасады. Бірінші жартылай орта салмақтағы қазақстандық Батыр Жүкенбаев өз дивизионыдағы боксшыларға оң қатты деп хабарлайды. Кеттік, бірінші жартылай орта кез келгенге дайынмын. 140 фунт деп жазыпты Батыр твиттер желісінде. Үш қуатты Батыр Жүкенбаев африкалық жолбарсы нокаутпен жеңді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.